Қазақстан Республикасының ұлттық музей ғалымдары мен Ақмола облыстық тарихи мәдени ескерткіштерді қорғау инспекциясы бірлесіп Ақмола облысы Бурабай ауданында Балықтыкөл көліне зерттеу жұмыстарын жүргізген. Апатты жағдайдағы, яғни жоғары жағы алынып кеткен, ешқандай апатсыз тұрған нысанға зерттеу жұмыстарын жүргізу барысында қорымның ішінен осындай заттар табылды. Жауынгердің толықтай кешені деп атап өтуге болады. Хронологиясы біздің заманымызға 8-7 ғасырлармен мерзімделеді. Қанжардың сабынан қарап отырсаңыздар, әзірге Қазақстанда табылған жоқ. Өте ерте кезеңдегі заттардың бірі деп санауға болады. Қанжардан бөлек пышақ табылды. Пышақ дегеніміз жоғарғы басы, ұстайтын жері аң стилінде, жолбарыстың бейнесі бейнеленген. Оны арнайы зерттеу барысында динамикалық қозғалыстағы жолбарыс деп қорытындыға келтіріп отырмыз. Жебелер 10 жебе, оңғымалы, яғни втулчатый, екі қанатты. Ал тасқайрақтағы тағы бір ерекшелік, оның тастың басында қоламен бекітіп, яғни ілгектің бекіткен. Ал тасқайрақта трасологиялық зерттеулер барысында темір және қола заттарды қайрағандығын көрсетіп отыр. Ауыздықтардың барлығы, бастарының ұштарының қалай жасалуының барлығы 7-6 ғасырлардағы ауыздықтардың типологиясын береді. Ал кейінгі ғасырларда олардың соңғы ұштары дөңгелек, яғни шеңбер пішінді болып өзгеріске ұшырайды. Яғни ол ғасыр өткен сайын мәдени өзгерістерге ұшырайды. Одан бөлек тоғалары бар, шеңбердің ішінде ромб тәріздес, бұлардың барлығы вихревой знак дейді, желі айналып тұратын, сондай қазір археология терминде бар. Келесі назар аударатын жай құс бейнелі тоға бляшка бар. Бұл бүркіт бейнесі өте күшті, яғни мифологиялық аң стилінде негізделген танауы, яғни тұмсығы өте бір үлкейтіліп көрсетіліп берілген. Бұндай зат осыған ұқсас түйенің басы немесе басқа да бір заттар тасымалы мәдениетінде жиі кездесіп отырады. Және соңғы айтатын тек қана қола заттар ғана емес, сүйектен жасалған, сүйек өндіріс, сүйектен жасау өндірісі де жолға қойылған, оған біз сүйектен жасалған біз дәлел болады. Оны да трасологиялық талдаулар нәтижесінде үнемі қолданысқа тиісуге арналғандығын анықтап отыр. Яғни ол жерде терінің микробөлшектері қалып қалған. Бұның барлығы пәнаралық зерттеулер нәтижесінде белгілі болып отыр.